Сәлем баршаңызға. Сіздермен тағы да Гүлнұр. Бүгінгі видеода біз сіздермен косынка тоқуды үйренетін боламыз. Өте оңай, және де қыс мезгілінде де, жаз мезгілінде де үйге таққанға, әсіресе ата-енесімен бірге тұратын келіндерге арналған десек те болады. Олай болса, ең бірінші бізге жіп керек. Әрине, жіпті мен сіздерге таныстырып өтсем, Ярнард джинс деген жіп. Маған осы Ярнардтың жіптерінің ішінен ең қатты ұнайтыны осы джинс. Себебі қатты созылмайды, өзінің формасын сақтайтын, кейін жусаң да болашақта түтіктелмейтін жіптің бірі. Себебі мен бұдан осыдан қателеспесем 2 жыл бұрын қызыма не тоқығанмын, кардиган тоқығанмын. Өте жақсы жіп. Бұның қалың түрлері де бар, және де мынау мендегі жіңішкесі. Бұл 50 граммда 160 метр. Және де құрамына келетін болса 45% акрил, 55% хлопок. Осы көктем мезгіліне өте жақсы кетеді. Енді және де бұл негізінде 3,5 мм крючокпен тоқуға болады. Менде қазір 3 мм крючок. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жіп өте қалың емес, және өте жұқа емес. Олай болса, тоқуды бастаймыз. Жібімізді алып, ең алдымен осындай шеңбер жасаймыз. Шеңбер жасап, 4 воздушный петляға көтереміз. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петляға көтергеннен кейін ары қарай осы шеңбердің ішінен 3 петля с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі бір воздушный петля тоқимыз. Ары қарай тағы да 3 петля с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Сосын бір воздушный петля тағы да көтереміз да, қатарымызды бір петля с накидаммен аяқтаймыз. Міне, енді мынау қысқа жібімізді сәл тартамыз, сол кезде біздің жұмысымыз осылайынан жиырылады. Бұл біздің косынкамыздың басы. Яғни косынкамыздың біз бірінші қатарын тоқып біттік, келесі екінші қатарды тоқимыз. Ол үшін 1, 2, 3, 4 воздушный петляға көтергеннен кейін жұмысымызды айналдырып, дәл мына жерде, міне жаңа біз бір воздушный петля көтердік қой, тоқыдық қой. Осы жерден 3 петля с накидом тоқимыз. Яғни бірінші аркаға. 1, 2, 3. Енді бір воздушный петля тоқимыз. Ары қарай тағы да міне бізде келесі арка, ол біздің тура центрда тұр. Сол центрдағы аркадан тағы да 3 петля с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі бір воздушный петляға көтеремізді. Дәл сол центральный аркаға тағы да 3 петля с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Енді тағы да бір рет воздушный петля. Сосын келесі бізде мына жерде арка бар. 3 петлядан кейін тұр ол. Сол жерге тағы да 3 петля с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Енді бір петля, бір воздушный петляға тоқимыз да, қатарымыздың соңын тағы да бір петля с накидаммен аяқтаймыз. Біз екі қатарды тоқып біттік, екінші қатарды да тоқып болдық.
Енді үшінші қатарды тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3, 4 воздушный петляға көтергеннен кейін жұмысымызды айналдырып, мына жерде айта кететіні бізде үшеуі 3 воздушный петлямыз, ол бізде мынау бір петля с накидом болып есептеледі. Одан кейін тағы бір төртіншісі тұр, ол бізде арка болып есептеледі. Кеттік ары қарай. Дәл осы жерден бастап тағы да 3 петля с накидом тоқимыз. Бұл бізде бірінші арка. 2, 3. Енді тағы да бір рет воздушный петля, келесі арка бізде міне тұр. Бұл жерден тағы да 3 петля с накидом тоқимыз. 2, 3. Келесі тағы да бір рет воздушный петля. Сосын келесі бізде тура центрда тұр. Центрға келдік. Центрға біз 3 петля с накидом, 1 воздушный петля, тағы да 3 петля с накидом тоқитын боламыз. Бұл біздің жұмысымыздың соңына дейін дәл осылай қайталанатын болады. 1, 2, 3. Енді 1 петля көтереміз ары қарай. 1, 2, 3. Келесі тағы да 1 воздушный петля. Одан кейінгі арка міне бізде мына жақта тұр. Бұл жерге де дәл солай 1, 2, 3. Тағы да 1 рет воздушный петля. Келесі арка міне мына жерде ең соңғы аркамыз. 1, 2, 3. Сосын біздің тағы да жаңағы үшінші қатарымыз аяқталды. Енді ары қарай 4 воздушный петля. 1, 2, 3, 4. Айналып, тағы да дәл солай тоқи беретін боламыз. Яғни осы қатар бойынша әрбір аркаға 3 воздушный петля тоқимыз. Одан кейін мынандай жерге келген кезде ол жерге әрбір аркаға петля с накидом тоқимыз 3-тен. Одан кейін ортасына келген кезде 1 воздушный петля, аркаға 3 петля с накидом, воздушный петля, дәл солай қатардың соңына дейін өздеріңізге қажет размерге дейін тоқитын боламыз. Енді бізге өзімізге қажет размер ол қанша? Мысалға, мен егерде 56 размерлі бас өлшеміне тоқитын болсам, менің басым мысалға 56 размер болатын болса, мен 50 сантиметр тоқимын. Яғни өздеріңізге қажет размерден 6 сантиметр алып тастайсыздар. Сонда сіздердің мына жердегі ұзындықтарыңыз 50 сантиметрге, яғни сіздердің жаңағы бас өлшемдеріңізден 6 сантиметрді алып тастағанға дейін есептелуі керек. Өздеріңізге қажетті размерге жеткеннен кейін кездесетін боламыз. Мінекей, мен өзіме қажетті размерге дейін тоқып болдым. Менде бұл, қазір айтамын, ұзындығы, яғни косынканың байлайтын жерге дейінгі размері 50 сантиметр, тура 50 сантиметрді құрады. Енді косынкамның биіктігі. Бұл биіктік менде тура ортасынан есептейтін боламыз. 26 сантиметр. 26 сантиметр. Енді осымен болды, маған осы размер жетеді. Енді біз косынкамыздың мынау шетін әрлеп шығатын боламыз. Ол үшін мен өзім тоқып болғаннан кейін бір воздушный петляға көтердім. Одан кейін енді артқа қарай жүреміз да. Міне, мына жерлерде бізде осындай нелер тұр, петлялар тұр, орындар. Осы жерден 1 петля без накида, келесіден 2 петля без накидамен бастаймыз да. Одан кейін бізге 3 петля без накида тоқып, 1, 2, 3 воздушный петляға көтереміз да, ары қарай дәл осы жерден тағы да 1 петля без накида тоқимыз. Сосын келесіге кетеміз. 1, 2, 3. Үшіншісіне келген кезде 3 воздушный петляға көтереміз. 1, 2, 3.
Одан кейін тура сол жерден тағы да бір петля без накида тоқимыз. Одан кейін келесіге көшеміз. 1 2 3. Бұл жерден де солай 1 2 3 воздушный петляға көтеріп, дәл сол жерден тағы да бір рет осылай тоқып аламыз. Тағы да бір рет 1 2 3 петляға тоқимыз да 1 2 3 воздушный петля көтеріп, сосын тағы бір рет дәл тура сол жерден бір петля без накида тоқимыз. 1 2 3. Үшіншіден 1 2 3-те жаңа 3 петля без воздушный петля тоқып, ары қарай тағы да бір дәл сол жерден петля без накида тоқимыз. 1 2 3. Үшіншісінен кейін 1 2 3 воздушный петля, одан кейін тура сол жерге қайттан петля без накида. Міне сонда бізде осындай шеті шығады, әрленіп. Соны біз мынаны айналдырып, бұлайынан тоқып шығатын боламыз. Мінекей, мен жан-жағын тоқып болдым осындай. Өзінше бір әдемі болып шығады, дәл осылай болып. Енді біз ары қарай осымен біздің косынкамыздың негізі дейміз ғой, бітті. Енді ары қарай біз тоқимыз байлайтын жерін және де осы ретті тоқып шығамыз. Оны қалай тоқимыз? Енді біз мына жерден аяқтадық, ең соңынан осы жерден бір воздушный петлямен аламыз да, болды, мынаны кесіп тастаймыз. Кесіп тастаймыз. Енді біз осы жіппен қайтадан енді 70 воздушный петля іліп алатын боламыз. 70 воздушный петля. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 воздушный петля іліп алдым. Енді біз мынау жаңағы косынкамызбен осы петляларымызды бір-бірімен біріктіруіміз керекпіз. Ол үшін ең шеткі мына жердегі петлядан аламыз да, екеуін біріктіреміз, яғни соединительный петлямен. Осылайынан бірігеді. Ары қарай енді кеттік. Осы жерден бастап, мына бір әр арка тұр ғой, міне. Осы әр аркаға 3 петля без накиданы. Әр қайсына 3-тен. 1 2 3. Мына жіпті арасына қосып тоқып кеттіңіздер, соңынан жасырып жүрмейсіздер. Келесі аркаға 1 2 3. Одан кейінгі аркаға 1 2
3, одан кейінгіде 3-ден үстіп әрбір аркаға 3 петля без накидадан тоқып шығамыз қатардың соңына дейін. Тура ортасына келдім, мен мына жерде тоқымаймын, келесіге тоқимын. 1, 2, 3. Мына жерде бізде де осындай жіп бар, тағы да бір жіп шығады. Оны да қосып өтіп кетеміз, тоқып. 2, 3. 1, 2, 3. Осылайынан кете береміз. Соңына келдім, енді мен мына жерде бағана біз бір воздушный петлядан іліп алдық қой, енді осылай мына жақтан да дәл солай ілеміз да, ары қарай біз жаңа мына жақта 70 ілсек, мына жақта да дәл солай 70 ілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70 воздушный петляны іліп алғаннан кейін келесі мынаны дұрыстап мұқият бір қараймыз. Мынау неміз айналып кетпеу керек. Енді крючоктан кейінгі 3-ші петлядан бастап петля без накида тоқып шығамыз. Негізінде мына бір жерден тоқып жүрді. 70 петляны іліп болғаннан кейін 70 воздушный петляны іліп алғаннан кейін келесі дәл мынандай жерлерінен іліп шығатын боламыз. Петля без накида тоқып шығамыз. Кішкене қиындау болады, но шыдауға болады. Әрқайсынан бір-бір петля без накида тоқып шығамыз. Осылайынан тоқып шығамыз. Міне, так,
Мына бауын тоқып болдым. Енді келесі мына жаққа қарай көшеміз. Мына жерден бастап, біз тура қай жерден жаңа шықтық, сол жерден бастап әрбір петляға дәл жаңағындай бір петля без накида тоқитын боламыз. Әрқайсысына бір-біреуден косынканың біткен жеріне дейін тоқимыз. Осылай тоқып шығамыз. Міне, басына келдім. Енді келесі екінші бауын тоқимыз. Ол жерде де дәл солай. Ортасында тұрған андай бір петля болады, өзінде бір осындай жіптер болады. Осы жерлерден алып тоқып шығатын боламыз. Жаңағындай петля без накидамен соңына дейін. Бұл бізде бірінші қатар, яғни неміздің бауымыздың бірінші қатары. Екінші қатарда міндетті түрде тоқимыз. Сәл бауымыз жуанырақ болу үшін. Осылайынан қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Міне, екінші бауында тоқып болдым. Соңына дейін келдім. Енді біз сәл жуан болу үшін екінші қатар тоқимыз. Екінші қатарды сіздер мына жағына қарай, асты жағына тоқитыңыздар. Міндетті түрде, міне, мынау біздің тоқымамыз мынаның жоғары жағынан өту керек. Егер де сіздер мына жағына байқамай, мына жағын басын аяқпен бастап кетсеңіздер, мына кезде сәл-пәл қиналып қалуларыңыз мүмкін. Енді осы жерден бастап бір воздушный петляға көтереміз. Ары қарай келесі қатары оп-оңай. Әрбір петляға бір-бір петля без накиданы тоқимыз. Мынау бағанағы біздің бастапқы қысқа жібімізді міндетті түрде астына қосып бірге тоқып кетіңіздер. Сол кезде соңынан жасырып әуре болмайсыздар. Сәл-пәл тартсақ, аяқ жинақталады. Үстіп, мынаны тоқимыз. Мынаның үстінен өтеміз. Одан кейін барып, мына жаққа дейін тоқып, осы жерде кездесеміз. Мінекей тоқып болдым, соңына дейін. Енді мына жерден келдік, соңғы петляға тоқыдым. Бір воздушный петляға көтереміз да, міндетті түрде бір воздушный петляға көтереміз. Себебі мына жібіміз сол кезде біздің байланады. Қатты ұзын емес, қатты қысқа емес, өздеріңіз жасыра аламау дегендей қылып жібімізді кесіп тастаймыз. Осымен болды. Енді мына артық жіпті кесіп жасырып қоямыз қазір. Үлкен көзді инемен міндетті түрде жасырып қоямыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасырасыздар.
Мен осылай жасырдым. Артық жіптердің барлығын кесіп тастаймыз. Мына жерде де менде сәл жіптер шығып қалған, осының барлығын кесіп тастаймыз. Бұның барлығы менде жасырылған жіптер болғандықтан кесіп тастадым. Егер де жасырылмаған болса, онда кеспейсіздер. Міне осымен біздің косынкамыз дайын, өте әдемі болып шығады. Бұл косынкаға менде ярнар джинстан бір моток қана кетті, бір мотоктан қалғаны осы жіп. Яғни бір моток кез келген косынкаға, егер де сіз ұзын қылам демесеңіз, дәл осы косынкаға толығымен жетеді. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушанды басып қойыңыз, себебі әлі алда талай әдемі жақсы видеолар шығатын болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.